Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге қылманды деп аталатын тәтті түрмен бөлісетін боламын. Өте ерекше дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріп, іштеріңізді қуантыңыздар және мені қолдап, арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Судың үстіне дәміне қарай тұз және ұн қосып, қаттылау қамыр илейміз. Қамыр бешбармаққа айналған қамыр секілді қатты қолға жабыспайтындай болу керек. Енді осы қамырдың бетін жауып, оны 5 минутқа бөлме температурасында қалдырамыз. 15 минуттан кейін өзіме жаюға ыңғайлы етіп 2 бөлікке бөліп алдым. Екі қамырды да осылай дөңгелекте белеп алып, бетін жауып, тағы да 15 минутқа қалдырамыз. 15 минуттан кейін қамыр жаюға ыңғайлы болып жұмсарады. Енді осы қамырды жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырымыз осылай жұп-жұқа етіп жайылып шықты. Енді кез келген дөңгелек ыдысты алып, осылай барлығын кесіп шығамыз. Немесе өз қалауыңыз бойынша 4-5 етіп кесе салсаңыз да болады. Осылай барлығын дөңгелектеп шығамыз. Осымен қамырымыз дайын. Енді пісіруге кірісеміз. Ең алғашқы қамырды осылай екі бетінен аударып пісіреміз. Қамырды құрғақ, қызып тұрған табада пісіру керек. Мен біріншісінде осылай жан-жағына пісе-майды кішкене құйып пісіріп көрдім. Бірақ олай істесеңіздер, қамырымыз кішкене қуырылып, қаттылау болып қалады. Сол үшін тек қана құрғақ табада пісіру керек. Қамырды видеода көрініп тұрғандай осылай бір-бірінің үстіне қойып, айналдырып отырып пісіріп аламыз. Кейіннен барлық қамырымыз қатып, қытырлақ болып қалмау үшін осылай барлығын сулап шығамыз. Қатты көп сулап керек емес, осылай жай ғана щеткамен айналдырып шықсаңыздар болғаны. Солай барлығын сулап бір ыдысқа осылай жинай береміз. Осылай бетіне салфан жауып 20-30 минут қойып қоямыз, сонда қамырымыз жұмсақ болып тұрады. Оған дейін крем дайындай береміз. Сүттің үстіне құмшекерді құйып араластырамыз. Одан кейін ұн қосып, тағы да бір келкі болғанша араластырамыз. Барлық құрамның мөлшерін апельсинге қалдырып кететін боламын. Қамыр бір келкі іртіксіз болған кезде осылай үстіне тағы да сүт құямыз. Енді газға қойып, үздіксіз тез-тез араластырып тұрамыз. Оттың асы орташада тұрады, осылай араластырып тұрамыз. Егер араластырмай қалсаңыздар, түбі қатып қалуы мүмкін. Крем осылай қоюлы болған кезде оттың асын өшіріп, осылай кішкене сары май қосып араластырып жібереміз. Крем өзі ыстық болғандықтан сары май өзі ериді. Крем өзі суығаннан кейін осылай қоюлана бастайды. Енді қамырды алып, барлығының арасына кремді жағып, осылай орап шығамыз. Кремді қатты көп жағып керек емес, көп жақсаңыздар кейін пісірген кезде ыңғайсыз болуы мүмкін. Барлығын дайындап болғаннан кейін осылай табамызға кішкене сары майды ертіп аламыз. Үстіне қамырымызды қойып 10 минут қана ұстаймыз. Кейіннен алып осылай бір-бірінің үстіне қоямыз. Сонда екі шеті де бірдей майланған болады.
Осылай майлайтын болсаңыздар, қылмынды өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Осымен қылмынды деп аталатын тәттіміз дайын болды. Өте ерекше дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Менің ешіме өте қатты ұнады. Сіздер де осы тәттіні жасап беріп, ештеріңізді қуантыңыздар. Видеомды лайк басып, аниматор келіп кетіңіздер. Сіздермен болған Нұрсұлу. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.